Сәлем, тағдырлар арнасының тыңдармандары. Менің каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіңлімнің жігітімен жатып қойдым. Осыдан 2 жыл бұрын күйеуім жол апатынан қайтыс болып, 2 баламды жетектеп төркініме көшіп келдім. Күйеуім екеуміз бір-бірімізді сүйіп қосылдық. Сыртымыздан қараған адамдар бізге қызыға да қызғана да қарайтын. Екеуміз ауылдың махаббат дастанына айналдық. Бірақ менің бақытты күндерім ұзаққа созылмады. Тағдырымның жазғаны осы болар. Амал нешік. Төркініме келдім деп қуана да алмайдым. Себебі үйде анаммен бірге үлкен ағам өзінің отбасымен бірге тұратын. Олардың өздерінің 5 баласы бар. Оған менің 2 баламмен қосылдым. Бәрі де бір үйдің еркесі мен серкесі. Үйде күнде айқау-шу басталды. Балалар ойнап жүріп бір-бірімен төбелесіп қала беретін болды. Ал жеңгем болса олардың ортасына түсіп, екеуміз ренжісіп қала беретін болдық. Анам менің сөзімді сөйлеп, жеңгеммен ренжісіп қала беретін еді. Сөйтіп жүргенде Астанада жұмыс жасайтын сіңлім үйге еңбек демалысына шығып келді. Біздің жағдайымызды шет жағасын ол да байқап қалды. Содан сіңлім маған: "Мұнда не бітіресің? Одан да Астанаға жүр. Сол жақта жұмыс жасасаң, ешкімге масыл болмай өз күніңді өзің көр. Мен саған көмектесемін. Балаларды да сол жаққа мектепке орналастырамыз" деп айтты. Анам сіңлім үшеуміз ақылдаса отырып, мен сіңліммен бірге әсем қала Астанаға кететін болып шештім. Балаларымды мектепке баратын құжаттарын дайындап, мен де сіңліммен бірге жолға шықтым. Астанаға барғасын сіңлім таныстарымен сөйлесіп, мені бір фирмаға есепші етіп жұмысқа орналастырды. Мен балаларыммен бірге сіңлімнің үйінде тұрып жаттым. Үйдің маңындағы мектептің біріне балаларымды орналастырдым. Ауылдағы күнделікті кикілжіңнен құтылып, мамыржай өмір сүре бастадық. Күндеріміз қызыққа толы өтіп жатты. Біз 4-еуміз бақытты едік. Сіңлім сөз арасында жігітінің 1 жылға шетелге кеткенін айтып жүрді. Алғашында мен оған көп мән бермейтінмін. Оның сөзінен, жүзінен бал-бұл жанған бақытты көріп, қызыға қарайтынмын. Алладан сіңлімнің бақытының баянды болуын тілейтінмін. Уақыт деген зымырап өте шығады екен. Көзді ашып жұмғанша 1 жылда өте шықты. Bir күні үйге жұмыстан келсем, үйде бір ер адамның аяқ киімі тұр. Алғашында туысымыз келген болар деп ойладым. Есіктен кіріп келсем, төрде ұзын бойлы, алып денелі, құр мұрынды қара торы келген жігіт отыр. Ол жігіттің сұлулығына ұзақ қарап тұрсам керек. Bir қарағанда менің бұрынғы күйеуіме ұқсап кетеді екен. Тура бір көз алдында жолдасым қайта тіріліп келгендей денем дірілдеп, қалшиып тұрдым да қалдым. Сіңлім қасыма келіп: "Әпкетай, танысып қой, бұл сенің болашақ күйеу балаң" деді. Ол сөзді естігенде төбемнен біреу мұздай су құйып жібергендей болды. Себебі мен оның сіңлімнің жігіті болғанын қаламадым. Отырып бәріміз шай ішіп сөйлестік. Ол сіңліме үлкен сүйіспеншілікпен қарайды. Екеуі болашаққа үлкен жоспарда құрып қойған екен. Сіңлім маған өзінің қуанышын айтып, мәз-мейрам. Сіңлімнің жігіті алыс сапардан бәрімізге де сыйлық алып келіпті. Балаларым оған қуанып жүр. Олардың күлкісін көріп, мен де қуанып қалдым. Сол күннен бастап менің ойымнан сіңлімнің жігіті кетпей қойды. Жұмыста отырсам да соны ойлаймын. Үйге қарай асығамын. Үйге ол келіп мені күтіп отырғандай болады. Ол бізді киноға апарады, әсем қала Астананы да аралатты. Күнде кешкісін сіңлімді жұмыстан және менің балаларымды мектептен алып қайтады. Олар мені де келіп алып кететін болды. Мен оған кәдімгідей үйреніп қалдым. Сөйтіп жүргенде балаларым жазғы демалысқа шықты. Оларды ауылға апарып тастау керек болады. Мен ауылға бармаудың амалын жасауға кірістім. Жұмыстан келіп сіңліме: "Мен жұмыстан жібермей жатыр. Бізде тексеру болады. Сен кішігірім бастықсың ғой. Балаларды өзің апарып тастарсың" деп айттым. Сіңлім бірден келісті. Жігіті олардың ауылға шығарып салды. Сіңлімнің ойында арам ой жоқ жігітіне: "Мен жоқта менің апама барып жағдайын сұрап тұр. Жалғыз өзі ішіп пісіп кетпесін. Сенбі күні апатайым бір тойға барады. Кешкісін алып қайтарсын" деп жігітіме мені аманат етіп тастап кетті. Сіңлімнің жігіті күн сайын маған хабарласып жағдайымды біліп тұрды. Қолы босағанда мені жұмыстан алып,
үйге апарып тастайтын болды. Мен оны бұл ісіне қатты қуанып жүрдім. Өзімді оның қасында бақытты сезіндім. Ол сіңлімнің емес, тура бір менің жігітімдей қарайтын едім. Жұмыстағы бір құрбымның тойына бардым. Қыздармен отырып шарапты біраз сілтеп жіберіппін. Өзімнің мас болып қалғанымды сыртқа шыққанда ғана білдім. Сіңлімнің жігіті сөзінде тұрып, мені үйге жеткізіп тастауға келді. Көліктің есігін ашып мені тосып тұрды. Қасымдағы қыздар оны көріп, маған қызыға қарады. Бетімнен сүйіп қоштасқан қыздар жігіттің ба деп сұрап үлгерді. Бірақ мен оларға сіңлімнің жігіті деп айта алмадым. Иә деп басымды изедім. Жол бойы ол сіңлім туралы айтып келді. Оның бір сөзін естісем, екінші сөзіне мән берер емеспін. Басым айналып, жүрегім айнып зорға отырмын. Үйге келіп көліктің түсейін десем, аяғымды баса алар емеспін. Өзімнің жүруге шамам келмей тұрғанын байқаған ол дереу менің қолтығымнан сүйеп үйге кіргізді. Диванға отырдым да, өкпем қысылып барады, менің қасымда болшы деп өтіндім. Тойға киген көйлегімді шешуге көмектесуін өтіндім. Ол ойында арамдығы жоқ, мені қысылып тұрған болар деген оймен көмектесті. Мастықпен сіңлімнің жігітін құшақтап сүйе бастадым. Ол менің мұндай әрекетті күтпесе керек, шошып кетті. Ол қанша менен сытылып шықпақ болды. Бірақ мен оны әлсіздігін пайдаландым. Еркек адам әйел заты өзі мойнына асылғанда шыдай алмасы белгілі емес пе? Оны да алдамшы сезім жеңді. Ол өзінің жасаған әрекетіне қатты қысылып, орнынан тұрды да, қазір саған су алып келемін деп шығып кетті. Содан үйге қайта келмеді. Біраз күн хабарласпай да кетті. Мен мастықпен жасаған әрекетіме қатты қысылдым. Бірақ мен оны әлі де жанымнан артық сүйемін. Сіңлім келетін күні ол маған қоңырау шалып, менің жаныма еш нәрсе айтпай-ақ қояйлық. Бәрі де біздің арамызда қалсын. Мен сізді түсінемін деп айтты. Сіңлім келді. Қазір олар тойдың қамына кірісіп кетті. Сіңлімнің ойында еш нәрсе жоқ. Маған сырын айтып, қуанып мәз болып жүр. Ал менің болса жүрегім қанжылайды. Жаңа жылдан кейін олар үйленіп бөлек кетеді. Біз енді туыс боламыз. Мен оны сіңлімнен қатты қызғанамын. Өзімді әзер дегенде ұстаймын. Ол сіңлімнің қасында жақындап, күліп әңгіме айтқанын көргенде өзімді қоярға жер таппай кетемін. Олар үйленіп үйлі болғанда қайтемін. Өзегімді өртеген махаббат отын не істеймін? Сол түннен кейін оған деген махаббатым күшейе түсті. Оған шын ғашық екенімді сездім. Әлі де сіңліме барлық шындықты айтсам екен. Шындықты айтып жеңілдеп қалар ма екем? Шындықты сіңліме айтсам, ол мені түсінер ма екен? Сіңліме айтқанмен де олар маған келмейтінін белгілі. Сіңлімнің жігіті менің оған деген сезімімді біледі. Білсе де білмеген кейіп танытады. Ал сіңлім одан мүлдем бейхабар.